Келе әлем ғажайыпқа толы еді. Ол әлем қатерлі, қызықты, және ең ғажабы, онда сиқыр болатын. Умбастия! Сиқыр қиналған жанға дем беретін. Флейминг Фернер! Бірақ сиқырды үйрену оңай болған жоқ. Сондықтан жұрт өмір сүрудің оңай жолын тапты. Бұның аты қыздыру шамы. Түк қиын емес қой. Уақыт өте, сиқыр мүлдем ұмытылды. Бірақ сендердің бойларыңда сиқыр қалды деп үміттенем. Енді жауынгерлер жаттығуына көшеміз. Бірге қайталаймыз. Мен мықты жауынгермін. Мен мықты жауынгермін. Апа, қайырлы таң. Блейзи, кет солай. Ай, какая айдаһар. Бар орнына бар. Туған күнің құтты болсын, еркек болған жігіт. Қойш, апа, ұят қой. Ай бала, мен сүйген жерді сүртпе. Не? Әкеңнің жемпірін киіп апсың ғой. Ау, я, маған дәл екен. Ау, Құдай-ау, менің томпағым өзі болды ғой. Болды, апа. Мектептен қалам. Бірдеңе жеп алайын. Айтпақшы, үйде дым жоқ. Бүгін базарға барып келмесем. Ай, тарт қолыңды балақай. Мұны кешкі патиіңе дайындаған. Қайдағы пати, апа? Өзіміз ғана ғой. Үйірмедегі балалардың бәрін шақырсаңшы. Өзің ылғи айтып отырасың ғой, зор балдар деп. Мен дәл олай айтпағаныма сенімдімін. Оның үстіне мен олармен араласпаймын. Жаңа жас келгенде жаңа әдет үйрену керек. Сонда өзің де өзгересің. Үйрену демекші. Көлік айдау сабағына жатылдың ба? Жоқ. Кеттім-ау, көлік айдаудан қорқатыныңды білем ғой, бірақ. Жоқ, қорқпаймын, апа. Барлидің ойыншығын жинап қоям. Тек байқа, оның затына тиіссең, басың бәлеге қалады. Иә, онда ол артын жинап жүруді үйренсін. Менің інім ұлы жорықты талқандауға дайын болып қалғанмын. Қойшы. Жоқ, ен, ертеде 16-ға толған жігітті тізесінен басып сынайтын болған. Мен өзімді сынағым келмейді, жібермеді. Баланы жібер. Бопта, бірақ осыл емес екеніңді білем. Сенің ішіңде мықты жауынгер бар, соны сыртқа шығарсаң бол. Солай ма, апа? Енді жеке. Қысаудан босап шыға аласың. Міне, апам ішіндегі жауынгерді шығара білді. Рахмет. Енді қоқысты шығар. Офицер Бронко. Барли. Әлі бір ескерткішті бұзатын бопты десе, құйрығым көкке шаншылып